Біз тек қана ақиқатты айтамыз бағдарламасына қош келдіңіздер деп. Так, күйеуім қымбат сыйлықтар сыйламайды. Сонда күйеуім маған қымбат сыйлықтар сыйлау үшін, сонда сыйлату үшін не істеуге болады деген сұрақ келген екен. Енді қараңыз. Қымбат сыйлық күйеуіңіз не үшін сыйламайды? Біріншіден бір вариант. Ең бірінші вариант, сіздің күйеуіңізде ондай көп ақша жоқ шығар. Сосын сыйламайды шығар. Екінші вариант бар. Күйеуіңізде көп ақша бар, бірақ ол көп ақшаның өзінің орны бар. Сол себептен сізге қымбат сыйлық сыйламайды. Үшіншіден бір нәрсе бар. Ол қымбат сыйлық сыйлау деген нәрсе оның ойына келмейді. Оның ойына келмейді. Мен бәрін жасап жүрмін деген бір өзінің түсінігі бар. Сол себептен ол қымбат сыйлық сыйлау оның ойына келмейді. Ал бізде қазіргі уақытта не болып жатыр? Қазіргі уақытта біз интернетте бір блогердің әйеліне сыйлаған сыйлығын көріп алып, ананың әйеліне сыйлаған интернеттен, Инстаграм, ТикТок, Ютубтан көріп алып, бізде сондай нәрсе хочется деген ой келіп жатыр да. Мынандай қызық бір нәрсе бар. Если сен үлкен нәрсені хочу десең, сол үлкен нәрсеге қатысты жауапкершілікті алуың керек та. Ал сен үлкен жауапкершілікті алмай, үлкен сыйлық алғың келсе, ол жерде проблема бар. Үлкен жауапкершілік дегеннің ішінде мысалға қазір, мысалға 100 мың, 200 мың теңгелік сыйлықты күйеуіңіз сізге просто так беріп жатқан шығар. Яғни ақшасы бар адамда, өз табысының дәрежесімен айтып жатырмын енді. 100 мың, 200 мың, или 10 мың, 20 мың теңгелік сыйлықты просто так беріп жатқан шығар күйеуіңіз. Ол уже сізге деген көңіл. Ол адамдардың көпшілігі сыйлықтан бір құдірет көріп қалғанда. Сыйлықтан құдірет көреді. Осы сыйлық болса, бір күшті болады деп. Негізінде ол жердегі үлкен қателік құдірет сыйлықта емес қой. Құдірет көңілде да. Көңіл. Сен жылап, сықтап, күйеуіңді кінәлап, оған ренжіп жүріп алған сыйлығыңнан саған зиян келмесе, пайда келмейді. Сол үшін күйеуіңнен жаңағыдай қымбат сыйлық алу деген түсінік емес сенде. Сізде күйеуімнің шынайы көңілімен жасаған сыйлығы деген ойға көшсеңіз, ол сіздің отбасыңызға да, күйеуіңізге де, сізге де үлкен пайда беруші еді. Күйеуіңіз көп ақшасы бар, бірақ бізде еркектер логик болғаннан кейін біздің нәпсіміз қатты мал дүние емес та. Мал дүние деген еркектің нәпсінде, әйелдікінде қатты емес ол. Әйелде мал дүние деген нәпсі өте қатты болады. Сол себептен көйлектің жылтырағын, машинаның үлкенін, сондай нәрсені мінгісі келеді, көргісі келеді. Так что, құрметті ханымдар, менің айтқым келетін нәрсе, сыйлықтың қымбат, арзан, үлкен, кішісі болмайды. Ол жердегі шынайы ықылас, көңіл деген нәрсе маңызды. Қараңызшы, егерде күйеуіңіз, сіз бір әйелі күйеуінің миын жеп жүріп әйтеуір бір нәрсе алғызды. Ол еркек ол нәрсені айтады ертең. Сен бір нәрсе сенде дұрыс болмаса, вот, ана күнгі нәрсені мен саған алып бермеу керек еді саған деген сияқты нәрселерді айтып қалады. Адам ғой оларсын, ол да адам. Так что интернеттегі блогерлердің беріп жатқан сыйлықтары көбінесе, бәрі емес, көпшілігі контент үшін жасалып жатыр. Адамдардың эмоциясын көтересің, сол кезде бір нәрсе предлагать етсең, ол нәрсе тез сатылады. Или адамдар сенің өміріңе қызықса, сенің ахватың көп болады, сенің просмотрың көп болады. Сен жаңағы күшті нәрсе бір интернетке салып жіберсең, сенде комментариялар көп болады, сонымен сендегі контенттің продвижениясы көп болады деген сияқты мәселелер ол жерде көп. Сондықтан кішкене жан-жағыңызға шамасына, күйеуіңіздің шамасына қарап,
оның беріп жатқан сыйлығын қабыл алыңыз. Енді күйеуіңізден үлкен сыйлықты мынау экологичный жолмен дейді ғой, ешкімге зиян келтірмей, күйеуіңізге де басқаға да зиян келтірмей алғыңыз келсе, сізге екі нәрсе керек. Бұл заңдылық. Сізге өзіңізді түсіну керек, күйеуіңізді түсіну керек. Психологияны білу керек. Маңызды жерлерін. Күйеуіңізбен дұрыс қарым-қатынас құра алу керек. Күйеуіңізге сол нәрсені дұрыс жеткізе алуыңыз керек. Ол жерде сіз жеткіздіңіз, күйеуіңіз сразу жасай салды деген нәрсе емес. Бір белгілі уақыттар күтіп қалуыңыз мүмкін. Так что, құрметті ханымдар, егер де сіз өзіңізбен дұрыс жұмыс жасасаңыз, даже ол қымбат сыйлық сізге керек те емес болып қалады. Ол біреудің өмірі, сіздің өміріңіз, сіздің құндылығыңыз басқа болып қалуы мүмкін. Екіншіден, еркектің психологиясын біліп, оған дұрыс қарым-қатынас құра алсаңыз, онда сіз еркекке керек нәрсені дұрыс өз уақытысында дұрыс жеткізе алатын боласыз. Сыйлықтың санында емес, мәселе сапасында. Осы нәрсені айтқым келеді. Егер де сіз дұрыс сұрау жолын білсеңіз, иншалла, действительно, күйеуіңіздің табысы да артып кетеді. Ол біздің кейста болып жатқан, біздің шәкірттерде болып жатқан нәрсе да. Күйеуінің табысы артып, оның беріп жатқан сыйлығы да артып жатыр да. Уақыт деп айттым ғой жаңа. Бізде бір кісі жеке коучингта болған, негізі күйеуімен қарым-қатынасы дұрыс емес, күйеуінің басқа екінші әйелі бар болатын. Бірақ сол кісі бізбен жеке коучинг өтті. Жеке коучинг өткеннен кейін 11 айдан кейінгі нәтижені қарсаңызшы. 11 айдан кейінгі нәтиже. Күйеуі анау екінші әйелімен ажырасып жатыр. Бұл келіншекке баяғыда машина маған қашан әпересің деп жаңағы шаршап жүрген келіншекке күйеуі уже машина алып беріп қойған да. Ол ненің арқасында? Білім арқылы, пайдалы, оған түсінікті, саған түсінікті іс-әрекетті жасағанның арқасында болып жатыр да. Так что күйеуіңіз машина алып беруі де мүмкін. Ол уақытпен және де сіздің жасап жатқан әрекетіңізбен өлшенетін болады. Барынша жеңіл түрде түсіндіруге әрекет еттім. Құдай қаласа, бұдан кейін де бұл тақырыпты может үлкен қылып ашармыз.